Ол жалға беру қалай болса барлық жерде іске асып жатқан. Мысалы, мынау әлгі Эмиратта арабтың 90% жалға беріліп отыр жерін. 90 жылға шейін. Ол не деген нәрсе? Бізде енді жалға беру деген сөз, ол сату емес, оның арасында алшақтық бар. Бүкіл мемлекеттерде сондай кәдімгі көріністер болып тұрады. Жалға алу деген ол өз қайтып аламыз деген керек уақытында. Сондықтан да оны заңды түрде, мысалы, жалға беру бізге қаржы түсу мәселесі, әрмен қарата экономика дамуына үлкен ықпал ететін. Бұл меніңше ойлаймын, бізге бұл келген мүмкіншілікті байлығымыз үшін тиімді пайдаланғанымыз, оған былай түсіністікпен қарау деген, ол біздің халқымыздың ұғымына, түсінігіне сәйкес келетіндігіне, оны тиімді пайдалануға біз шамамыз келгенше оған кедергі жасамай, осыған ықпал ете көмектесуге түсіну арқылы біз осындай мүмкіншілікті пайдаланып қалғанымыз өте жақсы болар, тиімді болар. Халқымыздың болашақ үшін, экономиканың даму үшін, отанымыздың көркеюі үшін бұл ерекше ұлы дала дүбірі. Ұлы дала деген ұғым бізге кезінде ата-бабаларымыздың ұрпақтарына тастап кеткен керемет байлық. Бұның бетінде, мысалы, жылқы малының, мысалы, түрде өсуі, өнуі, одан өтетін өнімдерді пайдалану, оны экспортқа шығару деген мүмкіншілікті біз оңтайлы түрде пайдаланған болсақ, біз бақытты жағдайға ие боламыз деп есептеймін.